Қазақстан тек көрікті жерлердің отаны емес, тылсымға толы, атауының өзі бойға қорқыныш ұялататын жерлерге толы. Бәріне сәлем, бүгін біз аты аңызға айналған Барсакелмес аралы жайлы айтатын боламыз. Барсакелмес аралы арал маңында орналасқан. Аңызға сенсек, бұл аралдың атауын Барсакелмес деп балықшылар атап кеткен. Себебі осында балықшылар балық аулаймыз деп жақында орналасқан жағалауға барып қайта оралмаған екен. Дегенмен келмеулерінің себебін ешкім біле алмаған. Десе де, қазіргі ғылым Барсакелместерді көл жағасындағы қатты дауыл немесе үлкен толқындар алып кетті деп есептейді. Барсакелмес атауының шығуына аралда көп кездесетін ұлы жыландар мен қарақұрт, саршаян сияқты қауіпті жәндіктердің көп болуында себеп болған деген болжам бар. 1949 жылдың күзінде балықшылардың қайығы аралдың жағалауына келіп тоқтайды. Олар жағалауға жақын жерден әппақ тұманды көреді. Батылдау екі балықшы әлгі тұманға кіріп көрмек болады. Тұманға кірген екі балықшы басқалардың көз алдында ізім қайым жоғалады. Балықшылар жолдастарының атын атап шақырғанмен ешкім жауап бермейді. Содан арада 1 сағаттан астам уақыт өтеді. Бойларын үрей билеген балықшылар жұмбақ тұманға кіруге батылдары бармай, сол арада үлкен жерге радиограмма жіберіп, балықшылардың жоғалғанын хабарлайды. Арада біраз уақыт өткенде тұман да сейіледі. Сонымен бірге олардың жолдастары да із-түзсіз жоқ болып шығады.